Сәлеметсіздер ме? Неврология 2 минутта каналыма қош келдіңіздер. Егер видео ұнаса лайк басып коммент жазуды ұмытпаймыз. Бас ауруы, яғни бастың ішіндегі ауырсыну дегеніміз не? Оның себебі қандай? Яғни оны анықтаудың ең қарапайым жолы мынадай болып табылады. Яғни негізгі бас ауырсынуы бұл бастың үш түрлі аймағында орналасқан қан тамырлардағы тітіркенуге байланысты бас ауырсыну туындайды. Яғни олар қайсылар? Бірінші бұл бас миының қабығы, яғни қатты қабығындағы қан тамырлар. Солардың тітіркенуі есебінен болады. Екінші орналасқан аймақ бұл үшкіл нервпен қатар өтетін нервтердегі тітіркену болған аймақ. Немесе үшіншісі бұл бас және мойын бұлшығы терінің де орналасқан қан тамырлар. Яғни осылардың тітіркенуі, қозуы, стимуляциясы болатын болса, бас ауруы туындайтын болады. Енді бас ауруының өзін біз біріншілік және екіншілік бас ауруы деп бөлеміз. Біріншілік бас ауруы бұл қай кезде болады? Біріншілік бас ауруы бұл 90% адамдарда кездеседі. Бұлар кернеулі бас ауруы, мигрень, бас сақинасы, кластерлі бас аурулар ең жиі кездеседі. Екіншілік бас аурулар бұлар өте қауіпті, өмірге өте қауіпті бас ауырсынулар. Бірақ екіншілік бас ауырсынуын қалай анықтаймыз деген сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Яғни бұл кезде адам толық тексерістен өту керек. Ал біріншілік бас ауруы кезінде бұл бастың ішінде ешқандай да өзгеріс тексерілген кезде анықталмайды. Тек тамырлардың тітіркену әсерінен болады. Ал екіншілік бас ауырсынулары бұлар бастың ішінде белгілі бір өзгеріс болған кезде, яғни толық тексерістен өту керектігін қажет етеді. Яғни ол үшін біз Snoop Dogg деген әнші осыны есімізге алып, екіншілік бас ауруларын жоққа шығаруымыз керек. Яғни Snoop Dogg мнемоникасын қолданамыз. Snoop Dogg деп есімізге сақтап алсақ болады. Бұл жерде Snoop деген жазылу тұр. Бұл S бұл системалық симптомдар. Системалық қазақша жүйелік симптомдар. Бұларға не жатады? Температура, адамда температура болуы, салмақ тастау, миалгия дегеніміз бұл бұлшықеттегі ауырсыну, буындардағы ауырсыну болуы мүмкін. Яғни екінші бұл плюс S алатымыз. Бұл secondary risk factors дегенді білдіреді. Secondary бұл екіншілік риск факторлары. Яғни бұл ВИЧ, науқаста анамнезінде ВИЧ болса, қатерлі ісік болса, яғни иммуносупрессия бұзылыстары болатын болса. Одан келесі, бұл N, неврологиялық дефицит, неврологик дефицит. Бұл неврологиялық дефицит дегеніміз бұл бір жақты әлсіздік. Науқаста сезімталдықтың бұзылысы, бір жақ аяқ қолда әлсіздік, сезімталдықтың бұзылысы болуы мүмкін. Сөйлеудің бұзылысы, көрудің бұзылысы сияқты симптомдармен көрсетеді. Яғни бұл инсульт немесе неврологиялық қауіпті аурулардың бастамасы болуы мүмкін. Одан кейін бұл ағылшынша old бұл яғни жас, кәрілер. Жасы 50 жастан асқан пациенттер. Бұлар да екіншілік бас ауруына қауіпті науқастар қатарына жатады. Келесі бұл onset of headache, abrupt or acute. Onset дегеніміз бұл кенеттен бас ауырсынуының болуы. Яғни острый деп те есте сақтасақ болады. Яғни бас кенеттен ауырады. Бұл негізінен субарахноидалда бас ми қанының құйылуы. Субарахноидалда кеңістікке қанның құйылуы болады. Бұл кезде адам басына өте төзімсіз, басынан қатты соққы қалған сияқты сезім болып, шыдамсыз бас ауырсыну болады. Ерекше өмірінде бұндай ауырсынуды көрмеген. Келесі бұл П. Папилла әдемі. Бұл отек соска, яғни көз түбін тексеру керек. Егер осы көз түбін тексеру кезінде отек соска деп беретін болса, бұл бас мен ішілі қан қысымның жоғарылауын білдіреді. Яғни бұл кезде глазный дноны осмотрға жібереміз. Келесі бұл positional, яғни позициялық бас ауруы. Бұл негізінен науқас жатқан кезде нашар сезім болады да, бірақ отырған кезде жақсы сезім. Бұл негізінен бас ми ісігіне қауіпті
жағдайларда осындай симптом береді. Келесі бұл П, pattern change, яғни бас ауырусынуының өзгеруі. Мысалға бас ауыру бұрыннан ауырады, бірақ соңғы кездегі бас ауырусыну бұрынға қарағанда ерекше болады. Келесі бұл П, precipitated by Valsalva, яғни Valsalva маневрінің оң болу. Яғни бұл кезде науқас терең тыныс алып өзіне ұстап тұрады да, сол кезде құрсақ қуысындағы қысым жоғарылайды да, ол қысым жоғарылаған кезде мидағы қан келуі тежеледі. Сөйтіп мида веналық қан тұрып қалады да, бұл басының ішіндегі қысымды жоғарылатады. Яғни басының ішіндегі қысымның жоғарылауы кезінде болады.